Мына осы ауыл туған жер. Сол көкпар тартам, қыстың шығам, аса үйрету шығам. Аты Олег қой, немісмен. Бие сауам бірінші жыл, келесі жыл 20 бастаймын, наверное. Ұқсайсың менен бір туғанға, ұқсайды мінез құлқың түр туғанда, анамның саусағының табы түскен, ағатай жан қалтаңда құрдың. Олег менің жан жолдасым, бала кезімізден бірге өстік, где-то бір 10 жастан бір-бірінді білетін шығармыз да. Осы ауылда өстік бірге, әкесі бірге жылқы бақтық, көкпардың командасы бар бізде. Олег қатысады постоянно, так скажем, защитада тұрады ол кісі. Биыл Наурызда көкпар болды. Ана Бұқар Жуанның ауданында, Қаражар ауылында бірінші орын алдық. Анша 5 команда, 6 команда болды. 6 команда болды. Сол 6 команданың ішінде біздің команда, біздің ауылдың командасы бірінші орын алған. Қанша жасыңыздан бастап көкпар ойнайсыз жалпы? 6 жыл уже, да? Где-то 25 жасынан где-то бастап баяғыдан ойналады. Бұрында жылқы үйретіп жетіміз. Осы ауылдың аты енді Северка. Мынау Шаханның қасында, Шаханнан 2 шақырым, Шахтинск ауданына қарайды. Ауылда жақсы, тыныш қой. Бала бастан жүрет қасындан. Елің. Шақанғымыз. Қанша литр жатыр мына жерде? 170 деді. 170 литр бұл. Осы 1-2 күнде сатылып кететін қымыздар, иә? 1-2 күнде сатылып кетеді. Механизм? Қымыз пісетін механизм, иә? Пісетін механизм. Тобылғымен ұстайсыз ба? Иә, тобыл. Тобылғы дайын ғой. өзіңіз дайындап, өзіңіз сауырған күнде өзіңіздің қымыз ғой, иә? Қазір көрсетемін, көбі көрсетемін. Мұны айылы сколько? 13 жыл уже. Бірге тұрасыздар, иә? Жыл сайын 9 майда біз ат жарыс осы Шаханда өткіземіз. Бірақ осы пандемиямен кішкене қазір 2 жыл өткізген жоқпыз. Бірақ та жыл сайын көкпар, қыз қуу, аудыраспақ, теңге алу, асау үйрету. Жалпы сіздің ойыңыз осы ұлттық мәдениетімізді, қазақы дәстүрді жандандыру, соны өлтірмей жастарға үйрету ғой. Иә. Рахмет.